Сәлем қыздар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жасалу жолы өте оңай және ерекше болып дайындалатын мандариннен пирог жасап көрсетемін. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Және де торттарға тапсырыс қабылдаймын. Инстаграм парақшама тіркеліп алыңыз. Пирогтың құрамына керекті заттар: 3 жұмыртқа, қант, ерітілген сары май, ұн, разрыхитель және мандарин керек болады. Ең алдымен жұмыртқа мен қантты біріктіріп, аппақ ұлпа болғанша дейін, масса көтерілгенше дейін миксердің көмегімен араластырып аламыз. Ерітілген сары майды бөліп құямыз. Ұнды салмас бұрын үстіне разрыхительді салып, араластырып біріктіріп аламыз. Содан кейін сұйық массамызға ұнды саламыз. Ұнды салған кезде бірден салып жіберуге болмайды. Бөліп видеода көрсетілгендей етіп салып шығасыздар. Мінекей қамырымыз дайын, осылай сұйық болу керек. Енді кезекте мандарин сыртын ашимыз және екіге бөлеміз. Осылай бөліктерге бөлінген мандариндерді формамызға салып шығамыз. Салмас бұрын мандаринді қантқа батырып алып, формамызға жайғастырамыз. Ендігі кезекте осылай қамырымызды формаға құйып шығамыз. Бір тегіс қылып лопатканың көмегімен жайып аласыздар. Барлық жер бір тегіс болу үшін осылай столдың үстіне соғып аласыз. Сонда біркелкі болады. Пирогты 170-180 градуста қызарғанша пісіріп алдым. Енді видеода көрсетілгендей етіп, төңкеріп, бетіндегі пергамент қағазын аласыздар. Мінекей көрінісі өте әдемі пирог шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болады. Және де бетіне сахарный пудра сепсеңіздер де болады. Пирогтың рецепті сіздерге ұнаған деген ойдамын. Өте керемет, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте жақсы шығады. Және де каналға тіркеліп, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар.